Ассаляму алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді болып шығатын орыс халқының ұлттық тағамының бірі уханы жасайтын боламын. Міндетті түрде каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен сазан балығы қажет болады. Одан кейін дәміне қарай тұзымыз, және де картоп, сарымсақ, сәбіз және де лавр жапырағы қажет. Ең бірінші бізде балығымыз міндетті түрде тазаланып, яғни жуылған болуы қажет. Одан кейін балығымызды осылай әр бөліктерге бөліп алатын боламыз. Бірінші, яғни қатты бөліктерінен ажыратып алып тастайтын боламыз. Одан кейін қайнап тұрған суымызға жаңағы дайын тұрған балықтарымызды салып, дәміне қарай тұзымызды салып, араластырып, кішкене қайнағанша күтетін боламыз. Сарымсағымызды ірілеу қылып, яғни турауға кірісетін боламыз. Одан кейін сәбізімізді осылай екі бөлікке бөліп, әр бөліктерімізді осылай ұсақтап турап алатын боламыз. Сәбізімізді, сарымсағымызды салып, араластырып, одан кейін бетін жауып қайнағанша күтетін боламыз. Сорпамыз тағы да бір рет қайнағанша осылай картопымызды ірілеу етіп турап алатын боламыз. Енді дәміне қарай тұзымызды көріп, дайын болғанша күтеміз. Уха өте тез піседі, 25-30 минут көлемінде сіздерде дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.